Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі сабақта оптым товар алу және де бір магазиннен әртүрлі түсінен бірнеше товарды қалай сатып аламыз, соны үйрететін боламын. Егер де Pinduoduo сайтын тегін үйреніп, түрлі жаңалықтардан хабардар болғыңыз келсе, каналға тіркеліп, лайк, комментарий қалдыра кетіңіздер. Қазір сіздермен бірге бір товарды сатып алып көрейік. Ол үшін избранныйға өтемін, жүрекшені басамыз. Осы жерден бір товарды таңдап алайын. Оплатаға өтеміз товардың. Міне, мына жерде товардың бағасы тұр, 5.01, 5.8 юан. Осының астындағы мынандай стрелкасы бар, жазудың үстінен басамыз. Товардың түсін таңдаймын. Размерін таңдаймын, 70-90 деп бір деген жазуды басамын. Қосылды. Енді жаңаға таңдаған товарымыз үстіне шықты ғой, соның үстінен басамыз. Басқаннан кейін осында терезе ашылады. Астындағы плюс белгісін басып, тағы да басқа өлшемді немесе басқа түсті товарды қосып алсаңыз болады. Плюсті басамын. Енді басқа түсінен таңдайын. Мына түсін таңдадым. Басқа размерді таңдадым. Жаңа таңдағанда 70-90 болған, енді 90-105 см. 2 дегенді бастым. 2 товар таңдалды. Ары қарай оплатаға өтемін. Менде 2 товар алғандықтан 0.5 юанға жеңілдік жасалып тұр. Сәйкесінше сіздер товардың санын неғұрдым асырған сайын, яғни көбейткен сайын, сіздерге жеңілдік те өсе береді. Мысалға, мына жерге 2 деп жазайын, мына жерге де 2 деп жазайын, немесе 3 деп. Уже менде минус 1.25 юан. Осылай оптым товар сатып алсаңыздар болады. Әрине, жеңілдік аса көп болмауы мүмкін, алайда өте көп мөлшерде, мысалға, саудамен айналысатындар 100 штук одан да көп товарға заказ алатын болса, бірталай ақша үнемдеуге болады. Болды, барлығы толтырылды, оплата қарай өтемін. Ары қарай осылай сатып ала берсеңіздер болады. Ақпаратым пайдалы болса, каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.